Қарын бүрмеміз пісті. Ойбай, ойбай, ойбай. Мә, әрең әкеледі. Тамаша болды мінеке. Бісмілләді. Қозының қарны екен. Тамаша. Жүп-жұмсақ. Тұзы да бәрі. Керемет. Біз бүгін қарын бүрме жасаймыз. Қарын бүрмеге ет, жүрек, май саламыз, сосын пияз саламыз, сәбіз саламыз, сарымсақ саламыз, сосын аздап картоп саламыз. Сонымен қарын бүрмемізді суға пісіреміз. Суға қазанға пісіреміз. Қойдың қарны, онша үлкен емес, шағын қойдың қарны. Осыны толтырамыз үшін. Қойдың қарны әдемілеп жуып алдық, бірнеше рет тұзбенен сұйық майға батырып қойдық. 1-2 сағаттай, содан кейін тағы жуып, иісі жоқ. Лимонный кислота бар. Лимон кислотасын салдық. Соныменен тазартып қойдық. Енді етіміз тураймыз. Сиырдың еті, қойдың жүрегі несі? Майы, майы. Картоп, сәбіз, сарымсақ, пияз бәрін салып тураймыз. Қазір келін екеуміз тураймыз. Ана ағаш табаққа салатшам. Ағаш соған салайық. Әрі. Қазанға, далаға пісіреміз әдемі болады. Мына тұтас жүрек, жан-жағындағы нелерін алып, қойдың жүрегі. Жас қойдың жүрегі. Саңырау балықларын алып пісаймыз. Даже тұтас не қылмаған, ашылмаған, қазір ашып, сосын арасын жуамыз. Таза, жайып бір шайы салмыз. Осылай 4-ке бөліп тастайды. Таза, бірақ бір шайы салып. Деймін таза екен. Екеуміз турайық. Үлкен көп тұрамыз, да? Үлкен. Жаңағындай. Ет сияқты. Бұл да ет қой. Жүрек ет. Картоп не қылып келесесің сеті. Ет ағаш. Тоже үлкенді саламыз картопты. Аз болып қалады жүр. Міне, іш майы. Қойдық. Қазір сосын бұршын мейлерін бәрін салып, тағы араластырамыз. Сосын қарының ішіне саламыз. Бәрін тураймыз, араластырамыз, тұзын саламыз, бұршын салып, араластырып, сосын қарының ішіне саламыз. Сосын пешке, қазанға пісіреміз. Ауылдағыдай. Пиязын тураймыз. Бараний желудок, он уже очищенный, помытый, беленький. Мы его сперва помыли в соли, потом в горячей воде сняли всю, значит, даже вон запаха нету ее. Чистый. Ага, чистая. Теперь мы, значит, мясо говяжье нарезали кусочками вот такими. Добавили сердце, жир. И будем начинять желудок. Ортасынан қақып бөлек. Міне сәбіз, жаңа сарымсақ, мынау сәбіз. Ох, красиво. Енді картопты үлкен қылып тураймыз. Осы ортасынан бірақ бөлек шығармыз. Света? Осылай жүрейікші. Қазіргі заманға балалар жермекке деп, сол картоп қосып жатырмыз. Былай ештеңе қоспайды. Құр жуа мен қара бұрыш қана қосады.
баяғыда жасағанда. Иә, етін қосады, жүрек, құйрық, сол ет тағамдарды қосады. Сосын былай неден қосатыны, пиязбенен неганы, қара бұрыш қана қосады баяғыда. Тұздаймыз енді, тұзын салу керек әдемі қылып дайындығын. Сосын бұрыш саламыз, тұзын салып араластырып алайын. Істеме. Ну, не істеп жатыр, просто. Істеп жатырмын. Ойбай, Нас босап тұр. Толып тұр. Енді мынау, тұздап кішкене қарнымызды. Енді мынаның қарның ішіне бәрін саламыз. Осылардың бәрін ішіне салып, аузын тігіп, пешке, қазанға салып, астын отын жағып пісіреміз. Қарынды да тұздадық, бірнеше рет жуылды ғой, бірнеше рет жуылды, тұзбен де жуылды, немен де уже түгел несі етті, не қылды. Енді бәрін тұздадық, енді ішіне саламыз. Болды. Бісміллә. Ой, иісі керемет, масқара. Иісі масқара отыр. Жаль, что иісін білмейсіңдер, ан жақта тұрып. Едет. Керемет. Табақ болса, табақ не болса жерге көрсетеміз. Мінеке соғын бәрін құямыз ішіне. Все. Давай андағын ішіне салайықшы. Үстіне қоя берді. Мінеке, мінеке. Міне мынау түгел не қылады, мінеке. Даже мынаған тағы да салу болды. Енді тігіп тастаймыз, сол свободны жатсын. Осылай қылып, мінеке. Жарылып кетуі мүмкін? Жарылып кетуі мүмкін. Жарылмайды ғой, бірақ не қылады. Света инемен жіпті етіп қойғам. Біз мінеке қарын бүрмес дедік. Қойдың қарны бірнеше рет жуылған, жаңа айттық қой. Дұздадық, дұзды суға жудық, сұйық майға батырып қойдық. Сұйық майдың ішінде тұрды. Қарны әппақ мыналардың бәрі түсті түгел несі. Сосын бұның ішіне ет салдық, жүрек салдық, құйрық салдық, ішмай салдық, картоп, сарымсақ. Балалар жейме, жемейме көреміз енді. Өзіміз жейміз. Мен өзім жейміз, жақсы көрем. Света мынаны тігенді. Жай бүйтіп тіге салың болады. Енді тігіп. Қарынды толтырдық. Қазір бұл кішірейеді. Сосын аузын тігіп, қазанға салып, отын жағып астын пісіреміз. Сол мына қарның шетіне кішкене кесетіндей қойып қойсы, Света. Жайрақ кесіп көреміз оны сыртынан піскен-піспеген. Былай да енші? Иә, чуть-чуть кішкене. Ой, қабаттадың ба? Бір қабатты жарайды. Шіптейді. Жай болды. Қандай әдемі. Осылай свободын жатып. Қазір кішірейді ғой мынау. Не қылғаннан кішкене былай кішірейді бұл. Енді су құяйық, қазанға су құй. Астын отын жағайық. Міне қарын бүрмеміз. Қазір піскеннен кейін сосын көрсетеміз қалай болғанын. Пешке саламыз. Келінім алып келатыр. Пешке саламыз ішіне. Міне суыңыз ғой мынау. Болды. Алып піссін. Мінеке. Бір қазан бұл. Лавровый лист. Да, лавровый лист саламыз. Алма да саламыз, дәмі не қылсын неке. Өзімізді алма өсіп жатыр ғой. Сол алма да салайық. Болды. Енді қайнағанын күтеміз. Көбігін аламыз қазір, дұзын көреміз. Сосын 2-3 сағаттан кейін көреміз тағы да. 2-3 сағат қайнайды. Мінеке қазанымыз қайнады. Ешқандай көбігі жоқ бетінде. Мынау жаңағы үлкен болып жатқан қарнымыз мінеке қандай болып қалды мінеке. Тартылып, мінеке тамаша болып қалды. Иә, тамаша әдемі. Енді осылай қайнайды. Иісі керемет. 4-тен 10 минут кетті қайнады. Енді қазір тұзын көрейік. Әдемі қайнап жатыр. Алманың иісі прям. Ой, түкті жоқ. Тұз салу керек. Түкті жоқ. Түкті жоқ. Түкті жоқ тұз. Міне бір қасық.
Давайте. Міне. Тамаша. Тамаша керемет. Алманың иісі деген күшті. Алмалар прям жарылып не жатыр. Бұрыш саламыз, тұз саламыз. Қайнайды. Міне екі қасықтай тұз салдық. 2,5 қасықтай. Енді қайнайды бұл әдемі. Бәлен сағат қайнайды мінекей, әдемі. Күшті. Қарын бүрмеміз пісті. 2,5 сағатта пісті. Мінекей. Енді бұны түсіріп аламыз. Ойбай. Ойбай. Мінекей қарын бүрмеміз пісті. Міне. Дайын уже. Тамаша болды. Керемет. Бісміллә. Қарын пісті. Жұмсақ. Міне, керемет. Қарын бүрмеміз пісті. Міне, еті, қарны керемет жұмсақ болып. Пісті мінекей. Картошкасы керемет әдемі болыпты. Міне, еті. Бәрі. Піскен шығар, көрейік. Картофы тамаша езіліп тұр. Еті де пісіпті жұмсақ. Көрейін бе? Тамаша. Горячий, ыстық. Етті міне. Тамаша. Керемет. Тұзы да, картошкасы да, қарын да өткенде не қылмайды, қарны керемет әдемі пісті. Тамаша. Қарны көрейінші. Жүп-жұмсақ қарны. Керемет. Қозының қарны ма екен? Тамаша. Жүп-жұмсақ. Тұзы да бәрі. Керемет. Өз ішіндегі несі на своем соку дейді, өзінің соғында тұр. Тамаша. Жүп-жұмсақ еті деген 2,5 сағатта пісті. Қарын да бәрі де әдемі. Тұзы да тамаша. Әдемі. Осылай істеңіздер. Бұл енді қалада тұрғасын, неғылғасын. Әйтеуір пеш болғасын, неғылғасын пісірдік. Ауылда талай пісіріп жегеміз бұны. Онда басқаша мынадай ештеңе қоспайды. Картоп та қоспайды. Чист таза ет қосады. Кәдімгі ет, өкпе, бауырын қосады кейбіреулер. Бауыр, жүрек. Бауырды қоспайды, бауыр қатты неғып кетеді. Жүрек қосады, ет қосады. Кейбіреулер прям жілігімен етті салып береді осының ішінде. Білмеймін, осы бір қойдың еті сияды дейді осы бір қарынның. Өзінің еті сүйіп кетеді дейді. Осы қарынға қойдың етін салады, сосын жерді қазады. Жерді қазып, астын түгел ыстып, от жағып, сосын ол оттың бәрін бер жағын алып тастайды, осыны соның ішіне көмеді. Сосын үстінен отты салып, сөйтіп далада істейді. Ол енді малшылар істейді, ауылда жүргендер, сақманға барғандар істейді. Біздер енді осылай істедік. Осылай қарынды бәрін ішіне салып, неге қазанға, газға болсын, қайнатып кәдімгі ет асқандай асасың.